Бисмилlah. Араб тіліндегі сөздердің түрлері екінші сабағымыз. Сөздің қандай түрлері бар? Араб тілінде сөздің үш-ақ түрі бар. Бізде сөз таптары былайша айтқанда, бізде 9 сөз табы болса, араб тілінде үш-ақ сөз табы. Фиал, исім, харф деген. Бізде зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, шылау, одағай, тағы бір нәрселер бар ғой. Үстеу деген сияқты. Ал бұяқта үшеу-ақ. Біріншісі фиал деп айтылады. Фиал деген сөз іс әрекет деген мағынаны білдіреді ғой. Мысалы, катаба жазды, яктубу жазады, тахриджа домалатты, юдахриджу домалатады деген сияқты. Немесе дахридж домалат деген сияқты. Уктуб жаз деген сияқты. Яғни бір қимылды білдіретін нәрселер, я? Бір қимылды білдіреді. Ережесі қандай деген кезде, фиал дегеннің ережесі бір мағынаны білдіреді, біріншіден, екіншіден уақытты білдіреді. Мағынаны білдіреді деген мағынасы, оны айтқан кезде көз алдыңа бір нәрсе елестейді. Мысалы, катаба жазды десе, көз алдыңа не елестейді? Бір адамның жазып атқаны елестейді. Және оның уақытын білдіреді. Жазды десе нені түсінеміз? Бір адам жазып атқанын түсінеміз, және ол өткен шақта жазғанын түсінеміз. Яктубу десе, жазады десе, бір адамның жазу ісін түсінеміз, тағы да көз алдымызға елестейді. Және де ол жазу ісі келер шақта болатынын түсінеміз. Сол сияқты дахража домалатты десе, көз алдыңа біреудің домалатып атқаны елестейді, және ол домалату ісі өткен шақта болып кеткенін түсінесің. Юдахриджу домалатады десе, оның өткен шақта, келер шақта домалататынын түсінесің, және домалату ісін түсінесің. Яғни етістіктен, фиалден екі нәрсені түсінуге болады екен. Бірінші мағынаны түсінеміз, көз алдымызға бір нәрсе елестейді, және ол мағына не өткен шақта, не келер шақта болатынын түсінеді екенбіз. Немесе осы шақта, қазір домалатып жатыр деп. Яғни фиалға қашан деп сұрауға болады екен. Мысалы, біреу жазды десе, қашан жазды деп сұрауға болады. Яктубу жазып жатыр десе, қашан жазып жатыр десе, қашан жазып жатыр? Немесе жазады десе, қашан жазады? Осылай қашан деп сұрауға болады екен. Өйткені бұл фиғл нені білдіреді? Бір мағынаны білдіреді, және уақытты білдіреді. Екінші исім. Исім деген де бір мағынаны білдіреді. Мысалы, Мұхаммед, Усфур, Туфаха, арт. Мұхаммед, шымшық, Туфаха, алма, арт, жер деген сияқты. Бірақ фиғлден айырмашылығы ешқандай уақытты білдірмейді. Мысалы, Мұхаммед десе, қашан Мұхаммед деп сұрай алмайсың ғой. Өткен шақта Мұхаммед, осы шақта Мұхаммед, ертең Мұхаммед деп айта алмайсың. Ал жазады десе, ертең жазады, қазір жазып жатыр, бүгін жазады, ары күн жазады деп уақытын айта аласың. Шымшық десе, қашан шымшық деп сұрамайсың, я? Ал бірақ та домалатты десе, қашан домалатты деп сұрауға болады. Өйткені фиғл не істейді? Уақытты білдіреді. Мынау исім уақытты білдірмейді. Бұл тек қана бір заттардың атаулары екен. Бір не? Заттардың атаулары. Исім деген бір заттардың атаулары. Бұл исім. Фиғл бар, сосын бар. Фиғл дегеннің айырмашылығы алдыңғы екеуінен, бұл бір мағынаны білдіру үшін басқа сөзге мұқтаж екен. Мысалы, хәл, қазақша аударсаң. Фи деген данден, тантен, немесе інде, ләм деген ма, мин деген данден, тантен. Мысалы, қорақту, хәл қорақту, мен оқыдым, ба дегенді білдіреді. Фи, фил байти, үй, де дегенді білдіреді. Ләм актуб, жазба, жазбадым, жазба дегенді білдірді. Мин, мысалы, қорашту минал байти, үйден шықтым, ден дегенді білдірді. Яғни бұл қазақ тілінде қосымшалар. Жалғау, шылау, одағай дегендер бар еді бізде қазақ тілінде. Жұрнақ дегендер. Солар ғой, өзі жеге тұрып мағына білдірмейді, өзі мағынасы түсінікті болу үшін басқа сөзге мұқтаж екен. Осындай сөздердің үш түрі бар екен. Енді осыны кітаптан оқимыз. Бисмилlah. Анваул калимат дейді. Сөздердің түрлері дейді. Сөздердің түрлері. Ва танқасилу иля саласати анваин. Және үш түрге бөлінеді дейді. Танқасилу. Бөлінеді деген сөз. Яғни сөз үш түрге бөлінеді. Науин юқалу лаху фиғл. Фиғл деп айтылатын түрге бөлінеді дейді. Ва науин юқалу лаху исм. Және исм деп айтылатын. Ва науин юқалу лаху харф.
және харф деп айтылатын үш түрге не істелінеді, бөлінеді. Фиғлге мысалы, мысалы, катаба жазды, яктубу жазады, уктуб жаз, қазір жаз деген мағына білдіреді, осы жақты білдіреді. Наун юқолулахи исм деп аталатын түрге бөлінеді. Мысалы, Мұхаммед десе, усфур шымшық, туфаха алма десе. Наун юқолулаху харф деп айтылатын түрге бөлінеді дейді. Мысалы, хәл, фи, ләм деген сияқты. Жеке тұрып мағыналар жоқ, бір сөзбен қосылған мағынаны білдіреді. لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من حروف الهجاء عن ثلاثة أنواع. Алфавит әріптерінен құралатын бүкіл сөздер үш түрден шықпайды дейді. Сөзбе сөз аударсақ, لا تخرج جميع الكلمات бүкіл сөздер шықпайды, әлләти сондай сөздер تتركب من حروف الهجائية алфавит әріптерінен құралатын бүкіл сөздер шықпайды, ан саласаты ана үш түрден шықпайды. Яғни бүкіл сөздер осы үш түрдің біреусі болады. Наун юсама фи'лан, наун юсама исман, наун юсама харфан. Фи'л деп аталатын түрден, және де исм деп аталатын түрден, және де харф деп аталатын түрден істемейді, шықпайды. Вал фи'л дегеніміз мислу катаба яктубу, катаба жазды, яктубу жазады, уктуб жаз, дахрожа домалатты, юдахриджу домалатады, дахридж домалат, инталақа кетті, янталиқу кетеді, инталиқ кет, истахража шығарды, ястахриджу шығарады, истахридж шығар, вағайру залика, және одан бұлардан да басқалары дейді. Минал фази сөздерден аллати тадулу ала хусули шайин ва заманихи. Бір нәрсенің орын алуына, болуына, және де оның уақытына сілтейтін сөздерден болған басқа сөздің бәрі фиғлға жатады дейді. Тадулу сілтейтін ала хусули шай. Хусули шай деген бір нәрсенің орын алуына, бір қимылға сілтейді дейді. Көз алдыңа бір қимыл елестейді деген сөз. Хусул деген бір оқиға орын алу деген сөз. Ва заманихи, және оның уақытына сілтейді. Вал исм деген мысалы Мұхаммед, усфур шымшық, туфаха алма, арт жер, ва сама аспан, шамс күн, қамар ай, ва ғайру залик. Бұдан да басқа нәрселер дейді. Минал фази сондай сөздерден аллати юнади бихал ашхас, онымен адамдар не істелінеді, шақырылады дейді. Мысалы Мұхаммед деген сияқты. Ва нусами бихал ашия, және бір заттардың аттарын атаймыз дейді. Шымшық бір заттардың кәдімгі қолмен ұстап көзбен көруге болатын немесе көзге ұсталынбайтын кез келген